Саламатсыздар ма оқушылар, 10 сынып алгебра тригонометриялық теңсіздіктер тақырыбы бойынша оқулықтағы 21-де есептің қалай шығарылатынын көрсетейін. Енді тригонометриялық теңсіздіктер шығару үшін мына үлгіні қолданамын. Бірінші ширек керек болса мынаны қолданамын, екінші ширек керек болса мынау, үшінші ширек керек болса пи плюс альфа, төртінші ширек минус альфа деп қолданамыз. Енді бұл жерде альфаның мәнін тауып алсақ, альфа арксинус 2-ден тура 3-тің мәні бізде пи бөлінген 3-ге тең. Сонда альфаның мәні пи бөлінген 3-ге тең болады екен. Енді мына жердегі мына теңсіздік шығарған кезде мына синустың таңбасын қолданамыз. Синустың таңбасы бірінші, екінші ширекте оң, үшінші, төртінші ширекте теріс. Бізге мына санды қарастырамыз. Мына сан егер оң болса, мына екеуін қолданамыз. Мына жердегі екі санды аламыз. Енді мына үлгі бойынша мына альфаның мәні бізде пи бөлінген 3 болса, мына пи бөлінген 3 деп жазамын. Енді мына жердегі санды табу үшін мынаны пиден азайтамын, пи бөлінген 3-ті. Сонда бізде ортақ бөлім 3, 3 пиден 1 пиді алсам, 2 пи бөлінген 3. Мына жердегі сан сонда 2 пи бөлінген 3 болады. Мына пи бөлінген 3 екеуінің арасын қосам. Енді теңсіздіктің бағыты бойынша синус бізде артық болу керек, жоғары жағында штрихтаймын. Артық болса жоғары жағы. Енді жауап жазған кезде мен сағат тіліне қарсы мынаған дейін жауап жазамын. Мына санға дейін деп жауап жазамын. Енді мына жердегі саннан мына сан кіші болу керек, мына баратын саны біздердің бағыты мынадан үлкен болу керек. Сондықтан мынау бізде 60 градус, мынау бізде 120 градус шарт орындалып тұр. Олайша жауап жаза беремін. Жауабы пи бөлінген 3-тен 2 пи бөлінген 3-ге дейін периодты түрде қайталана береді. Сондықтан 2 пи-ді қосам екі жағына. Сонда есептің мына жауабы болып табылады. Немесе мына формула бойынша да шығару болады. Яғни синус 2 артық 2-ден тура 3 болған кезде аның мәні арксинус аның мәні 2-ден тура 3 плюс 2 пи, пи минус арксинус 2-ден тура 3 плюс 2 пи. Арксинус 2-ден тура 3 бізде пи бөлінген 3-ге тең плюс 2 пи. Пи минус арксинус болса, ана жерде есептедік. 2 пи бөлінген 3 болады. 2 пи n. Бізде бірлік шеңбер арқылы шығардық, мынаны формула арқылы шығардық. Ары қарай кеттік. Келесі екіншісін қарастырайық. Синус болса, мына синустың таңбасын қолдана береміз. Мына үлгі бойынша енді біз альфаның мәнін табайық. Арксинус 2-ден тура 3-тің мәні алдыңғы есеп сияқты пи бөлінген 3-ге тең. Сонда альфаның мәні. Сосын мына жердегі сан 10 болса, мына 2-нені қолданамыз, мына екеуін. Пи бөлінген 3 деген альфаның мәні мынау. Так. Енді мына жердегі санды табу үшін пи-ден пи бөлінген 3-ті алдық, жаңа 2 пи бөлінген 3 болады. Мынада. Енді бізде синустың кіші болатын жағы керек. Кіші болатын болса, енді керісінше астыңғы жағын штрихтаймын. Жауап жазған кезде мына стрелканың бағыты бойынша мына саннан мына санға дейін болу керек. Енді мынау бізде 120, мынау 60. Мына стрелканың баратын жағы мына сан үлкен болу керек, мына саннан. Олай болатын болса, мына жердегі санды кішірейтуіміз керек. Ол үшін былай істейміз, 2 пи бөлінген 3-тен 2 пиді алып тастаймыз. Сонда мында 3-тен келеді, 6 пиден 2 пи алса минус 4 пи бөлінген 3 болады. Сонда мына жердегі сан менде минус 4 пи бөлінген 3 болады уже. Сонда жауап минус 4 пи бөлінген 3 плюс 2 пи болады. Және пи бөлінген 3 плюс 2 пи болады екен жауабы. Мына есептің жауабы. Мына формула арқылы да шығаруға болады. Ары қарай келесі үшіншісін қарастырайық. Бұл енді теріс сан болса, мына жердегі терісінен қолданамыз. Мынаның алып теріс болса, мына теріс жағын қолданамыз. Синустың таңбасын. Мына тек қана синустың таңбасын қолданатынымыз. Енді альфаның мәнін тауып алайық. Мына жерде альфаның мәні арксинус 2-ден тура 2-ның мәні бізде пи бөлінген 4. Альфа пи бөлінген 4 болса, мына жерде минус альфа деп тұрса, мұнда минус пи бөлінген 4 болады. Енді мына жердегі санды табу керек, ол үшін пиге қосам пи бөлінген 4-ті. Так, 4 пиге 1 пи қосам, мына жерде 5 пи бөлінген 4 болады сонда. Мына жердегі сан 5 пи бөлінген 4. Енді синустың артық болатын жағы жоғары жағын штрихтаймын. Мынау айтпақшы тұйықталған цифр болады, бізде немесе тең деген шарт бар, мына жерде жоғары жағын штрихтаймын. Жауап жазған кезде стрелка бағыты былай қарай жүру керек. Мына саннан үлкен болу керек. Бізде шарт орындалып тұр, олайша сразу жауабын жаза беремін. Жауап минус пи бөлінген 4 плюс 2 пи және 5 пи бөлінген 4 плюс 2 пи деп жауабын жазамын. Тік жақша немесе тең деген шарт бар. Немесе мына формула арқылы да шығаруға болады. Ары қарай келесі төртінші. Альфаның мәні арксинус минус 1-дің мәні деп табылды. Минус пи бөлінген 2 болады. Содан мына минус пи бөлінген 2. Осыдан синустың артық болатын жағы жоғары жағын штрихтаймын. Минус пи бөлінген 2-ден
Енді мына стрелканың бағыты бойынша былай қарай келетін болсақ, мына сан бізде оң бағытпен келгенде 3 бөлінген 2-мен сәйкес келеді. Сондықтан жауап минус пи бөлінген 2-ден 3 бөлінген 2-ге дейін болады. 2 енді қосам. Жақсы, плюс 2 енді. Немесе мына формула арқылы да шығарып көрсетейін. Арк синус минус 1 плюс 2 пи минус арк синус минус 1 плюс 2 Так, минус алдына шығарып жүрем, пи бөлінген 2 болады, плюс 2 Мынада пи, мына минус алдына шығарғанда плюс пи бөлінген 2 болады, плюс 2 Мынаны ықшамдап жіберем, пи бөлінген 2 плюс 2 ортақ бөлім 2-ге 1 пи қосам, 3 пи бөлінген 2 плюс 2 болады. Мынау біз есептің формула арқылы шығардық, мына бірлік шеңбері арқылы шығардық. Осымен есебіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.